Меншікті жер телімі мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп алынып отыр. Түркістан облысының кәсіпкері кәсібінен де, нәсібінен де айырылып отыр. Бұл тұрғыда кәсіпкер құқығын кім қорғамақ? Толығырақ алдағы бейнематериалда. Түркістан облысының кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Орынбасар Кабиштаевтың төрағалығымен өткен кеңестің күн тәртібінде жер телімін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару кезіндегі жергілікті атқарушы органдардың құқыққа сыйымсыз әрекеттері мен кәсіпкерлік қызметке кедергі келтіру мәселелері көтерілді. Мәселенің мән-жайы мынадай. Жергілікті атқарушы орган, яғни Кентау қаласының әкімдігі аталған кәсіпкерлік жердің мемлекет мұқтажына алып, оған тиісінше заңмен белгіленген өтемақыны бүгінгі таңда төлемей отыр. Басты себеп соттарда қаралған істерге негіз болып отыр, алайда бүгінгі таңда бірінші және апелляциялық соттың шешімімен аталған кісіге қатысты құжаттарды заңды деп танылған. Соған қарамастан қазіргі таңда түрлі себептермен аталған кәсіпкерге мемлекет мұқтаж үшін алғаны жөнінде өтемақыны төлемей отыр. Біз кәсіпкерлер палатасы аталған жергілікті атқарушы органның әрекетін біз сын айтамыз. Себебі бұның салдарынан қазіргі таңда кәсіпкер 9 айдан бері өзінің жерін иелік ете алмай отыр. Аталған жер қазіргі таңда мемлекет мұқтажына толыққанды өтпегенімен, ол мемлекеттің қажеттілігі бойынша толыққанды игеріліп, қазіргі таңда мемлекетпен пайдаланып отыр. Алайда аталған жер бүгінгі таңда толыққанды мемлекет меншігіне өтпеген. Тиісінше қазіргі таңда кәсіпкер аталған жерінің өзі жері бойынша кәсіпкерлік қызметті жүргізе алмайды, мемлекеттен тиісінше өтемақы ала алмайды. Кеңес мүшелері Түркістан облысының әкімдігіне, Түркістан облысының прокуратурасына, жер инспекциясы басқармасына, Кентау қаласының әкіміне жеке кәсіпкер мәселесін шұғыл арада шешіп, Кентау қаласының жергілікті атқарушы органына тиісті келісім шарт жасап, өтемақы төлеуді міндеттеу туралы және кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы шұғыл шаралар қабылдау жөнінде. Жер телімдерінің бүгінгі таңда толық көлемде игеріліп кеткенін, кәсіпкерлік объектілері толығымен жойылғанын ескере отырып, жер инспекциясы басқармасына соттарға берілген талап арыздардың негізсіз болуына байланысты кері қайтарып алуы жөнінде ұсыныстар келтіруді. Аталған мәселенің күрделілігін ескеріп, орталық атқарушы органдарға тиісті шаралар көру үшін жолдауды ұсынды. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, АРТ ТВ жаңалықтары.